Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында жартылай орта салмақта өтетін, яғни 170 фунт салмаққа дейін өтетін керемет кездесу болмақ. Дәл осы Канаданың UFC-дағы үлкен үміттерінің бірі Майк Мелот пен оның қарсыласы дәл қазіргі чемпион Белал Мухаммадтың командаластарының бірі американдық Чарльз Радке арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы 50-50 болып отыр. Біз білетіне Майк Мелоттың джиу-джитсу стилі, грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар, бұл жауынгердің жалпы бокстасу стилі, яғни тік тұрып соғысу стилінің де жаман емес екендігін атап өтейік. Ал американдық Чарльз Радкеге келетін болсақ, бұл жауынгердің қарсыластарын нокаутқа, болмаса техникалық нокаутқа сұлатып жүргенін білеміз. Сонымен қатар, бұл жауынгердің күрес стилінде жақсы деңгейде екенін білеміз, достар. Бірақ та атап өтетін нәрсе, бұл екі жауынгердің де жалпы кардио жағынан, яғни 3-ші раундтың соңына дейін төбелесу күші өте төмен деңгейде екенін атап өтейік. Бірақ та менің ойымша бұл кездесуде Майк Мелот өзінің көрермендерін төмен қаратпай, канадалық жанкүйерлердің алдында өте керемет өнер көрсету арқылы американдық Чарльз Радкеден жеңісті төрешілердің шешімімен жұлып алуы тиіс деп есептеймін. For the winner by unanimous decision, Robert